Сәлем, мен құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Мысалы, менің көңіл күйім өте керемет. Өткені осы апта прям өте қаныққан, өте сондай жақсы бір продуктивный болды мен үшін. Осы 2 апта дейін өткені мен өзіме өте пайдалы, отбасыма да өте пайдалы бір хобби тауып алдым. Қазір мен сіздерге ол туралы айтып беремін, көрсетемін, және де рецепті көрсетемін. Бірақ ол тамақ рецепт емес, ол одан да мықтырақ, одан да ағзамызға өте пайдалы, және де даже кофедан да көп энергия беретін. Айтып тұрмын ғой, мен сіздерге алдыңғы видеомда айттым ғой, қазір энергия менде тасып жатыр деп. Энергиям өте сондай жақсы болып тұрғаннан, знаете, осы қазір мысалы бүгін 19 апрель, воскресенье, осы апта, понедельниктен осы бүгінгі воскресеньеға дейінгі апта өте ұзақ өтті мен үшін. Мен білмеймін неге екен, мүмкін жаңағы энергиямның көп болғандықтан да мен деген ондай депрессивный сондай бір состояниеға берілген жоқпын да, и көп нәрселерді істедім, ешқандай да бір түсте ұйқым келіп, өз-өзімді бір желет етіп, сондай бір сезімдер вообще болған жоқ. Соның несінен де жаңағы менің ойымша жаңа өзіме тауып алған хобби болған деген ойдамын. Тағы да баттар ішіп жүрмін, ол туралы басқа видеода айтамын. Баттар ішіп бастадым. Міне. Ал қазір мен сіздерге енді бар ғой, агроном болдым ғой мен бір сөзбен. Өзімнің мына кухнямда қазір мен әртүрлі өсімдіктерді өсіріп жатырмын. Үйде бір аптаның ішінде, көп болса 10 күннің ішінде өсетін және де өте пайдалы өсімдіктерді өсіріп жатырмын. Ол өте оңай екен жасалуы, әрине практикада жәменде уже жаңағы профессионализм көбейеді, жаңағы өсіріп жатқан өсімдіктеріңіздің жаңағы сапасы да мықты болады десек те болады. Енді кім біледі ол туралы, қазір, наверное, догадывается, а кім білмейді, оларға жаңалық болатын шығар деген ойдамын. Өйткені, қазір айтам не екенін оның. Өйткені, знаете, мен үшін ол жаңалық болды. Оказывается, үйде өсіруге болады екен ғой, жейтін нәрселерді. Ешқандай да ол үшін андай, гүл өсіретін андай, бар ғой анау, гүл өсіретін кувшин ба, қалай еді, горшок, горшоктың да қажеті жоқ. Короче говоря, сразу айтайын, ұзартпай ақ қояйын, көп сөйлемей ақ қояйын. Мен қазір өз ас үйімде микрозелень өсіріп бастадым. Короче, историясын айтып кетейін, ол менің влогым ғой, қалай мен осыған келдім. Бір күні бізде, бір нәрсеміз су ағатын бір нәрсе, атылып кетті да үйде. Паровой жақта. Сосын соны жолдасым екеуміз іздеп шықтық Алтын Орда жаққа. Ол соны іздеп кетті, мен мына жақта апортта кішкене жүре тұрайын деп, мебель көрейін деп, біз кіреберіске шкафчик көріп жүргенбіз ғой. Ояқта жоқ екен. Біз іздеген магазин. Сосын мен қасында Леруа Мерлен бар еді ғой. Қазір басқаша аты. Соған кіріп кеттім. Айналып жүрдім. Бір моментте өсімдіктердің жаңағы несі бар ғой, өсімдіктерді осылай сататын бір жері бар ғой, соның ішінде. Сол жаққа кіріп кеткем ғой. Сол жерде жүріп, жаңағы әртүрлі гүлдер өсіп тұр, Оға қандай күшті болатын еді гүл өсірсем деп. Өзім ешқашанда гүл өсірмеген адаммын. Сосын бір моментте қарасам, бір жерде адам көп, бір нәрселерді алып жатыр. Қарайым, оказывается, жаңағы огурцы, помидор деген андай семеналар бар ғой. Сол жақтан алып жатыр екен адамдар. Мен деген, все берут, давайте мен де бір екеуін алып кетейін дедім да. Короче, қарап жүрмін ассортиментке. Огурцыйдың әртүрлі бір 20 түрі бар, помидордың 20 түрі. Бір жерінде микрозелень деп тұрды. Қалай микрозелень? Түрлеріне қарасам, кішкентай мынандай росточкалар. Сосын сол моментте ютубқа кіріп көрмеймін ба, микрозелень деген не екен? Қарасам, күшті тема екен. Оказывается, микрозелень ол жаңағындай пісіп тұрған көкөніске қарағанда оның енді өсейін деп жатқан кішкене микрозелені, кішкентай осы 5 сантиметрден 15 сантиметрге дейінгі өскіндер, жасыл өскіндері, ол бірнеше есе пайдалырақ екен. Вау, дедім мен сразу маштың микрозеленін сатып алдым, брокколидікін сатып алдым, редисканікін сатып алдым, үйге келдім дағы, видеоларға қарап өсірдім. Брокколиді мен сол кезде жаңағы ватный дискқа өсіріп көрдім, ол менде өсті. Бірақ жаңағы өте кішкентай екен, жаңағы не. Ішінде өте аз шықты да, но өсті.
такая, вау, классная тема. И, короче, сүңгіп кеттім ғой ана неге, ютубқа. Микрозелень горохты қалай өсіреді, микрозелень машты қалай өсіреді. Короче, барлығын қарап, короче, поняла. Оған не сатып алу керек екен деп түсіндім дағын. И сразу келесі күні кешке көріп тастағам, азанда списогін жазып алғам. Біздің ана хозяйственный магазинге бардым дағын, 40 теңгелік нелер бар ғой, боксиктер бар ғой, тамақ салатын ше. Одноразовый, сондайларды сатып алдым бір 5 еуін. Короче, көп нәрселерді сатып алдым да, үйге келіп өсірдім. Меня все получилось. Шынымен өте күшті нәрсе. Мен өзім оқыдым ғой, микрозелень қандай нәрсеге пайдалы деп. Оқыған кезімде я убедилась, что не зря. Это нужно делать. Содан мен, короче, горох заказала себе, брокколи, семена, барлық семеналарды заказала. Семечканы да өсіріп көрдім. Семечканыкын жақсы мен бірінші заказала, барлығын мен Озоннан заказ бердім. Өйткені анандай Леруа Мерлендегідей кішкентай осындай пакетикта өте аз екен. И сосын мен 100 граммдық брокколидің тұқымын сатып алдым. Горох бар ғой, зеленый горох бар ғой, біз ана неге саламыз ғой, салаттарға. Оливьеге салады ғой. Соның жаңағы тұқымын сатып алдым, горохты. Оны өсірдім, қазір көрсетемін сіздерге. Мына уже менде дайын микрозелінім. Қазір мен видео түсіргем. WhatsApp-қа, мам-папаларыма, күйеуіме жібергем ғой, қалай өсіріп жатқан. Соны да қазір қойып қоямын. Ну и, короче говоря, увлеклась, попробовала. И қалай ойлайсыздар, олар өте сочный екен. Магазиндегі сатып тұрған жасыл шөптер бар ғой, укроп, петрушка. Олардан 1000 есе артық десек те болады. Өйткені сіздер өздеріңіздің кухняларыңызда оны өсіресіздер. Және де оны сразу жаңа пышақпен кесіп, жеген кезде жаңағы өсімдік әлі білмейді екен да, оны уже кесіп алған. Әлі тірі кезінде жейсіздер да. Ой, керемет. И, короче говоря, солай мен горох өсірдім. Мен брокколиді өсірдім неде. Ватный дисктарда ютубтан көріп алып, брокколиді өсіріп көрдім, оны жеп қойдық біз. Қазір мен брокколиді қалай өсіру керек екен, мүмкін осы видеода айтам, мүмкін келесі видеода. Короче, менде серия видеолар шығады, микрозелендер туралы. Өйткені менде қазір горохты бірінші партиясын мен уже қырқып, уже міне кішкентай ғана қалды. Міне. Мынау горох. Көріп тұрсыздар ма? Усики деген болады екен ғой горохта. Сонымен бірге. Бұл микрозелінді мен жаңағы керамический өзімнің пышағым бар, сонымен кесіп аламын. Өйткені темірді жолатсаңыз витамин С-сі азайып қалады да. Сосын керамический нені жаңағы кесіп и осылай майда-майда турап, кішкентай 2,5 жастағы және 4 жастағы балама беремін. Ал үлкен 3 балам былай берем, осылай жеп жүреді. Ой, прям бар ғой, тауып алдым. Короче, қалай табиғи түрмен балаларға осылай прям можно целый год, я жыл бойы осыны өзімнің кухнямда өсіріп, хоть, мына жаққа стеллаж жасап қоятын сияқты, мен скоро мына жерде стена тұр менде. Осы жерге стеллаж жасап, түрлісінен өсіріп, қазір мен опыт жинап жатырмын. Солай жасаймын. Оның барлығын сіздерге менің каналыма жазылып қойсаңыздар, мен сіздерге оның барлығын көрсетемін. Мен мысалы андай тортики, тәтті нәрселер жасайтын адам емеспін. Өйткені мен білем, қанттың өте нашар, жаман, ағзаға енді осы бір сөзбен 21 ғасырдағы адамның жауы ол қант деп ойлаймын. Сондықтан да мен ондай нәрселерді үйде пісірмеймін. Менің тағы да ондай қатты кулинарлық бір тамақ пісіргіш бір нем жоқ та. Енді мен өзімдікін тауып алдым. Осы нені берем балаларға жеуге, отбасыма нені берем жеуге пайдалы. Міне осыны тауып алдым, мен осыны өсіремін. Осының шеф-повары боламын десем де болады. Сол достар, сіздерге әзірше осы мағлұмат. Келесі видеода мен қазір горохты өсіріп бастаймын. Менімен бірге болыңыздар, көріңіздер. Ол өте оңай демей-ақ қояйын, өте сондай нормально, өте қызықты процесс. Ана кішкентай болып өсі үлкейді ғой жаңағы. Сосын, короче, өте қызық бар ғой. Мен сіздерге айтайын, прям расслабляешься. Мысалы, кейбір адамдар далада, мысалы, жері бар, адамдар жер үйде тұратын, далада шығып жаңағы әртүрлі пияз бір нәрселерін өсіріп, сөйтіп бір кайф алады ғой. Тура сондай кайфты өздеріңіздің кухняларыңызда ала аласыз. Ешқандай да қыста да стоп болмайды, күзде де көктемде де стоп болмайды. Сіздер жаңағы 7 күн сайын өсіп отырады, олар 10 күн сайын. 10 күн сайын урожайды жеп отырасыздар. Артынан, короче, күнде жейтіндей қылып, күніне бір неден осылай жасап отырасыздар, чтобы міне срезали и съели, сондай сияқты. Ну, сейчас мен уже 11 минутқа сөйлеп қойыппын. Қазір мен сіздерге енді осы кадрларды көрсетемін. Менің микрозелінім қалай өскенін.
келесі видеода мен сіздерге оны көрсетемін, қалай мен оны өсіретінімді. Бірге менің влогтарымды қарап жүріңіздер, өйткені сол микрозелень туралы көп айтатын боламын. Және де менде мына жерде брокколидікі бар. Мына брокколи менде жай ғана банкіде осындай болып өсті. Міне. Бұның ішінде тамыры да бар, бұның ішінде өскіні де бар, барлығы бар. Ал мысалы микрозеленді өсіретін болсаңыз, мысалы, ол кезде тамырын шауып тастайсыз да, үстіңгі несін ғана жейсіздер. Солай, достар. Сіздерге менің видеом ұнаса, онда маған лайк қойып қойыңыздар. Ұнамаса дизлайк қойып қойыңыздар, ұнаса лайк қойып қойыңыздар. Және де подписывайтесь, подписацияны басыңыздар. Сол, мен сіздерге микрозеленді үйретемін. Менде сондай сериясы болады микрозелень туралы. Солай. Ал, достар, сіздерге рахметімді айтамын. Пока-пока, барлықтарыңызға пока-пока. Міне, достар, қараңыздар. Мына брокколи менде, светке барайын. Мына брокколи, қараңыздаршы, өте пайдалы, прям керемет, білесіздер ма? Бұның ішінде 10 есе ма, білмеймін, қанша есе екен, бірнеше есе сульфорафан деген бір өте пайдалы нәрсе бар екен да брокколидің ішінде. Осы басқа өсімдіктерде өсе бермейтін, бола бермейтін. Сол сульфорафан үлкен брокколиге қарағанда, мына кішкентай, қараңдаршы мына, мен видеодан көрдім да недавно. Осы бір кішкентай өскіннің ішінде сульфорафан бір брокколидің сульфорафанмен бірдей екен, үлкен брокколи. Рахмет, жаңа. Тоқтайтыр, мен видео түсіріп жатырмын. Тоқтайтыр, Мұхтар. Сондықтан да смотрите мои видео, будем вместе сажать. Әрине, орыс тілінде өте көп, орыс тілінде қарасаңыздар болады, мне не жалко. Пожалуйста, микрозелень, как вырастить микрозелень, брокколи деп те іздесеңіздер болады. Бірақ менімен болсаңыздар, мен сіздерге оның барлығын қазақша айтып беремін, қалай істегенімді көрсетемін, қазақша түсіндіремін. Ал достар, тағы да бонус болсын сіздерге. Қараңыздар, менде мына жақта 2 бокс тұр. Осы бокстар Пиндодода алтақ юань, үшеуі келеді, білесіздер ма? Бірақ келуі маған жаңа посттан алғанда 1800 теңге болды. 3 осындай бокс. Бұл бокстың ішінде не бар екен қазір көрсетемін, қазір микрофонымды тағып алайын. Ал достар, қараңыздар, менде мына жақта брокколи өсіп жатыр. Мен бұны салфеткада өсіп жатыр, мына тұрғын мына жерде салфетка. Соның үстінде өсіп жатыр. Қараңыздар, тамырын көрсетейін қазір. Көріп тұрсыздар ма тамырларын? Күшті, иә? Осы тамырлардың астында міне су тұр. Мынандай бокстарды айтып тұрмын ғой сіздерге, өте арзанға алдым, өте жақсы. И маған ұнайды. Қараңыздар, брокколи. Бұл менде 3-ші күн бүгін. Қараңыздар, қандай болып өсті. Сәлем, Айзелешка, Айарушка. Міне, көріп тұрсыздар ма? Так что осы жайлы менің видеоларым болады. Мына жерде менде қарап тұрсаңыздар, міне, не даты? Салфетка, иә? Ал мына жерде, міне екіншісі, мына қызым келіп қалды да, қазір көрсете салайын. Мына жерде менде просто анандай бір не, атмет, салфетка емес, астыңғы жағында мынандай сетка. Міне көріп тұрсыздар ма? Сетка өте сондай майда сетка. И бұның астындағысын көрсетейін. Бұл жақта уже кішкене көбірек қарап тұрсаңыздар, міне көріп тұрсыздар ма? Міне өте жақсы шыққан. Менің ойымша сетка мен мықтырақ өсірген. Енді бұл жақта да көбірек себілді. Светке көрсетейінші. Бұл жақта енді кішкене мен көп сеуіп қойдым да жаңағы дәндерді. Осылай көп өсіп жатыр. Біреулері ұзын, біреулері қысқалау, но все равно отлично өсіп жатыр. Солай, достар. Осы жайлы айтатын боламын. Менімен болыңыздар и каналға жазылып қойыңыздар. Ал, достар, мен сізге мини фермамды көрсеттім. Мына жерде тағы да менде жаңа көрсеттім ғой сіздерге қалай өсіргенім туралы нені, горохты. А мынау горох міне, мен срезала их, но они все равно еще растут. Мынаны видеоға қалдырып қойғанмын, міне. Бұның астында грунт менде жаңағы цветочный грунтқа өсіре салдым. Менің ойымша сәсе қылмайды. Өте жақсы өсті. Кішкене ғана керек екен жаңағындай топырақ. Топырақ емес, енді грунт, иә. Грунт та өте қымбат емес, арзан. 25 литрлік грунт 3500 теңге тұрады екен біздің осы дәуренде. И очень, знаете, интересно этим заниматься. Ну все, всем пока-пока. Вот теперь уже точно пока. Пока.